Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай 4 ас қасық пирогын дайындайтын боламыз. Шын мәнінде бұл пирог 4 ас қасықтан 4 тағы ингредиенттен дайын болады. Сондықтан да видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып аламыз. Одан кейін жұмыртқаның үстіне 4 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Араластырып болған соң разрыхлитель және үстіне 4 ас қасық ұн қосып, тағы да жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Міне мен араластырып болдым. Енді осы массамызды формамызға құйып, пирогымызды 180 градуста пісіретін боламыз. Міне бізде пирогымыз дайын болды. Пирог шын мәнінде өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде сіздер де істеп көруге кеңес беремін. Бұл пирог 4 ас қасықтан 4 тағы ингредиенттен дайын болады. Сондықтан міндетті түрде сіздер де істеп көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің парақшама тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Себебі менің парақшамда әлі де түрлі видео рецепттер шығатын болады. Сіздермен болған Мерей.